Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге матадан тігілген доп, балалар ойнайтын, өте әдемі, тез ұшатын доп тігетін боламыз. Ол үшін мен каналымнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті баса кетеміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз лекаласын сызып алатын боламыз. Маған ұзындығы 22 сантиметр етіп өлшеп аламын. 22 сызылған. Бұның ұзындығы 22 сантиметр. Енді тура ортасын белгілеп аламыз. Тура ортасын маған 11. 11-ден жоғары өлшейміз. Сызып аламыз сызықны. 11. Енді тура 11-ді сызды қойып, доғалай етіп сызып шығасыздар. Былайынан. Осындай қағаз болып шықты. Енді оны қағазды ортасын екі бүктеп, былай сызған жерімізді екі бүктеп, мынандай қағазға қайтадан мына доғасын домақтап сызып аласыздар. Сызып алдық. Очкам жазбай қалды. Енді бұл аралықты мен бүктеп алатын болам. Дәлде отырып бүктеп аласыздар. Бүктеген жерді қиып аламыз. Маған арнайы қағаз қиятын қайшымен қиып аласыздар. Бұл қиятын қайшымен қисаңыз, ол өтпейтін болып қалады. Қайшы, қағаз қиятын қайшы бөлек болу керек. Міне қиып алдым. Енді бұның арасын ашамыз. Ене қасыздеге бұлға сызып алатын боламыз ең бірінші. Маған. Сол үш түрлі матадан мынадан 12 дана шығаратын боламыз. Мынадан да 12 дана шығаратын боламыз. Бірінші осылай сызып аламын бұлға. Мен қиып алатын боламын. Арнайы мата тігетін болса қайшы, қиятын қайшы керек, соны қиып аласыздар. Мен екі болды бірақ қиып тұрмын. Үстінде иінемен шаншып қоямын, сонда қозғалмайтын болады. Осы матаға 12 дана қиып алатын боламын. Өлшеп.
өлшеп 12 дана қиып аламыз қазір. Өстіп, осыдан 12 дана қиып алам. Қызыл түстен 12 дана қиып алдым. Қоңыр түстен 12 дана қиып алдым. Енді бұны тігу үшін ең бірінші, ең мән беретін жер осы жер. Мына қоңыр болды, мынаған қызыл дана оң жақ бетін бір-біріне қаратып, иінемен шаншып алып, машинкамен тігіп шығамыз. Мына бөлігін бір тігіп, енді бұны қайырып, үлкен матамызды мына жақ бөлігіне былай қадап аласыздар иіне. Осылай бәр жерді иінемен шаншып аламыз. Осы аралықты машинкамен жүргізіп аламыз. Мына аралықты бұны жартысына шейін былайынан машинкамен жүргізіп алам. Жартысын ғана. Мынадан былайынан жүргізіп алам машинкамен, соны қалған жерді жүргізіп алам. Мына жерге қазір аударғанда мақта салатын боламыз. Түсінікті ғой, қазір былайынан тігіп алайық. Енді машинкамен тігіп алатын боламыз. Алықты тігіп алам.